тергеушілер мен Сашқажаев деген тергеуші бар, ішкі істер министрінің тергеушісі. Мен өзбек халқын сондай жаман көретінімді жаман едім. Қазір оны сондай жас көретінім. Бір сағатта намаз оқыдық. Тергеушілермен. Айтайын дегенім, неге? Себебі бар ма? Реалистер, бәленің бәрі қарқылықтан көрдім. Айтпақшы болған Сашқажаев деген, ондан кейін Сұлтанов деген тергеушінің іске шақырғанын сұраймын. Себебі менің үйіме түскен кезде Николай Бабаниязов деген Аман Сағитбаевтың видеосын толамайтын. Аман Сағитбаев Николай Бабаниязов бойынша сонша сенбемедім. Дұзымды жеп, бірге ішіп жүріп, ішкенде арақ емес, ішіп жеп жүріп, үйіме ұрлыққа түскен видеосы бар. Қарам, айтып қояды, Тәжімат Дәулет Мұратты профилактикалық сәулетке алып кеткеледі. Айтпақшы оған құрметті судья, бұны неге бұларға шақыртты? Деладан алып тастаған. Николай Бабаниязов қасындағы екі адам менен терроризмде ішті құлпырып, һәммені шығарып жіберіп, үйге ұрлыққа түсіп, мен дифамат көтеріп жүретін жігіттен шетел барлығы. СССР дәуіріндегі өзім негізетімді қалпақта сөз. Дипломаттарын тауып алған, ішіне ақшаларында алған, компьютерларын салған, паспорттарына дейін қолында тұтты, заводдан өрмелеп қашып бара жатқан видеосы бар. Николай Бабаниязов. Айтайын дегенім, іске екі тергеуші бұлап шақырып сұрайма, себебі тергеушілер айтты. Шақырса барамыз, жасамаймыз деп. Ойында қазір насыл дедім, мені керек нечего деп. Полковник званиямға кеңсеге кетсем жіберемін. Кейінгі Есімхан Қанатовты, har қырғызның эпизодын айтып отырмайма, құрметті басшылығы үшін, Есімхан Қанатовты, Ел Қызмет газетасының бас редакторы, Досымзар Оралбайды, одан кейін мешіттің имамы Ахмет Яқұб Сәрмен Нашар мешіті. Құраннан бір сұрау берейін, негеден құрметті басшылығы үшін делада жалған көрсетпей жүрді. Мен бойынша шариғатта жазып қойыпты, Құдайға сал дейді. Жендеді, үй уәкілдерім дейді, Құдайға саламын дейді. Сіздер жазалау үшін түспеңіз жерге дейді. Ол мені өтірік көрсетпеймен жазалауға шақыртты. Бұлап шақырып сұраймын. Сонда мен қуаныштымын. Кейінгі 3 жылдан бері мен басқа дәулет құлаттан қуанамын Құдайға шүкір. Зияев Сұлтанбекті шақыртуыңыз ықтымасыламан. Олар бұға қатарында бар ма? Яқшы, міне айтып өтейін. Мұрат Қайбекшінің шофері, университетінің ректоры, Римді мен сізден ілтімасын сұраймын, Римді шақыртуыңызды. Ұлықбек Жәйменов деген бар. Ұлықбек Жәйменов шәрті түрде келу керек, іске жүлі, көп нәрсені білеткен көп зат артық көтуге керек болады ілтімасын алды. Зухра Рейнова жоғары кеңестің комитет бастығы.